көп адам біле бермейтін ақпарат. Орта ғасырларда лимон ақыл-ой еңбегімен айналысатын адамдар арасындағы алғашқы өнімдердің бірі болды. Тіпті лимонмен деменцияны емдеген. Салауатты өмір салты мен салауаттылық туралы айтатын арнаға қош келдіңіз. Мұнда біз дұрыс тамақтану, физикалық белсенділік және пайдалы өнімдер туралы ең өзекті тақырыптарды талқылаймыз. Салауатты және теңгерімді өмір салтын қалай құру керектігі туралы көбірек білу үшін біздің арнаға қосылыңыз. Видео басталмас бұрын каналға жазылып, лайк басып, қоңырауды басыңыз. Бұл цитрусты жеміс мидың жұмысына пайдалы әсер етеді. Оның пайдалы қасиеттерінің арасында атеросклерозың және жүрек соғысының алдын алу, қан тамырларының қабырғаларын ірілендіреді. Осылайша олардың құрылымын, серпімділігін және тонусын сақтауға көмектеседі. Лимон құрамындағы заттар қан тамырларындағы холестериндер мен қан ұйғыштарының пайда болуына жол бермейді. Құрамында антиоксиданттар бар. Антиоксиданттардың көп мөлшеріне байланысты лимон денені, соның ішінде ми тінін жақсартуға көмектеседі. Құрамында В тобының витаминдері жүйке жүйесіне пайдалы әсер етеді және бұл мидың тыныш режимде жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Бұл есте сақтау мен зейінді жақсартады. Минералды зат алмасу. Лимон су-тұз алмасуына пайдалы әсер етеді. Оның қалыпты жұмыс істеуінсіз ми жақсы жұмыс істей алмайды. Ғалымдардың пайымдауынша, қартаю процесі дамудың бастапқы кезеңінде басталады, ал 12 жылдан кейін ол тезірек өсіп, әрбір 8 жыл сайын 2 есе өседі. Сондықтан алдын алуды тез бастасаңыз, нәтижесі соғұрлым тиімді болады. Тамақтану, физикалық белсенділік және күнделікті режим дененің физиологиясы мен эпигенетикасына жүйелі түрде әсер ететіні белгілі. Ғалымдардың айтуы бойынша, қартаюға арналған мақсатты гендік және жасушалық терапия ретінде, онымен күресудегі біздің негізгі құралдарымыз пайдалы тамақ, сусындар және өмір салты екенін атап көрсетеді. Таңғы сусын лимон суы. Бірақ лимон органикалық қышқылдардың болуына байланысты ас қорыту жүйесінің қабыну аурулары кезінде жарамайды. Және лимон шырынан бөлек, лимон қабығы мен жұмсағы да пайдалы болып табылады. Яғни С дәрумені лимонда ғана емес, сонымен қатар оның қабығында және оның астындағы ақ целлюлоза да көп болатынын айта кеткен жөн. Лимонның құрамында біз ойлағандай С дәрумені ғана емес, қабығы мен қабығының астында ақ целлюлоза да көп болатыны басқа да көптеген биологиялық белсенді заттар бар. Ерекше атауы бар зат спермидин. Спермидин маңызды аутофагия процесінде тездетеді. Яғни жасушалық қалдықтардың өздігінен жойылуын ынталандырады. Ол жасына қарай әлсіреп, ағзаның жүйелі қабынуға қарсы тұру қабілетін нашарлатады. Бұл әсіресе ми үшін маңызды. Олардың көпшілігі бөлінбейтін жасушалардан тұрады. Бұл кезде ми оттегі мен глюкозаны көп тұтынады. Нәтижесінде өндірістің бір түрі қалдықтар мида жасушалардың өңделмеген бөліктері түрінде жиналады. Тіпті Альцгеймер және Паркинсон ауруларына ғана емес, депрессияның да себептерінің бірі болып табылатын нейроинфламмация деген термин бар. Сондықтан қабынуға қарсы нейропротекторлық қасиеттер бар тағамдарды күнделікті диетаға қосу керек. Мидың қартаюын болдырмау үшін аутофагия процестерінің мида қалыпты түрде жүруі маңызды. Бұған қысқа мерзімді ораза және геропротектор болып саналатын спермидин, қартаюды тоқтататын және есте сақтау қабілетін жақсартатын зат ықпал етеді. Сонымен қатар спермидиннің бауырға және бауыр қатерлі ісігін алдын алуға, сондай-ақ жүрекке оң әсері туралы көптеген деректер бар. Мен сізге лимонды қабығымен бірге пайдалануға кеңес беремін, бірақ мұны істеу үшін оны өте жақсылап жуып, қабықтың үстіңгі қабатын жеңіл алып тастау керек. Жатар алдында лимонды кесіп, жылы суға салып тұнба жасауға болады. Лимон суы көңіл-күйіңізді көтереді. Тіпті лимонның жай ғана хош иісі қайғы мен алаңдаушылықты жояды және жүйке жүйесін тыныштандырады. Таңертеңгі бір стақан лимон шарыны қосылған су көңіл-күйіңізді көтеріп, күні бойына қуат береді. Лимон суына денсаулыққа байланысты қарсы көрсетілімдер немесе цитрус жемістеріне аллергиялық реакция болған жағдайда ғана шектеп ішу керек екенін есте ұстаған жөн. Лимон мен сарымсақ миға қалай көмектеседі? Мидың жұмысын одан әрі жақсарту және лимоннан максималды пайда алу үшін оны сарымсақпен біріктіру керек. Бұл өте қарапайым рецепт. Алдымен лимон мен сарымсақты кесу керек. Осылайша олардың құрамындағы пайдалы заттар белсендіріледі. Содан кейін оларды банкаға салып, аузына дейін суық сумен толтырамыз. Қоспаны 3 күн бойы тоңазытқышта қалдыру керек. Содан кейін оны сүзіп алу керек. Күніне кемінде 3 рет тамақтанар алдында 100 мл тұнбаны ішіңіз. Толық курс 4 күн. Қарағандарыңызға рахмет. Біздің арна сіздің сұрақтарыңызға жауап алды деп үміттенеміз. Көргеніңізге рахмет. Пайдалы ақпарат алу үшін қоңыраушаны басып тіркеле кетіңіз. Және достарыңызбен, отбасыңызбен пайдалы ақпараттарды бөлісе отырыңыз.